пандемия жағдайындағы 2020-21 оқу жылын аяқтағалы отырмыз. Оқу жылының аяқталуымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Бүгін біздің күн тәртібімізде екі мәселе. Бірінші бөлімде сынып жетекшісінің баяндамасы, яғни осы оқу жылындағы оқушылардың үлгерімі, оқу жылының қорытындысы. Екінші бөлімде біз пән мұғалімдермен педконсилиум өткізетін боламыз. Енді экранға назар аударайық. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Қорытындыға келетін болсақ, мына алдыларыңызда 4-ші тоқсанның қорытындысы тұр. Енді бұл жерде барлық оқушыларды айтып жатудың қажеттілігі жоқ, экранда барлығы тұр. Біз осы 4-ші тоқсан қорытындысы бойынша үздіктеріміз, екпінділерімізді сақтап қалдық. Осы тоқсанда біраз бізде балалардың белсенділігі төмендеп кетті. Басқа тоқсанмен салыстырғанда синхронды сабаққа қатыспай, тапсырмалар уақытында жібермей жатқан оқушылар болды. Енді десе дағы аман-есен оқу жылын аяқтадық. Бұл енді 4-ші тоқсанның қорытындысы. Енді жылдық қорытынды бойынша, міне тағы да алдыларыңызға жылдық қорытындының бағаларын ұсынып отырмын. Барлық пән қорытылды, үздіктер, екпінділер қатары сақталды. Енді осыны саралап мониторинг ретінде көрсетіп өтсек. Енді экранға қарасаңыздар, міне бізді оқу жылын 3 үздікпен аяқтадық. Аяшева, Жолтукова, Сәкенова Фируза, екпінділер қатарында Жанель, Назерке, Ажар, Анель, Мирей, Балсылу, Нұрбану, Серғали Милана, Сұлтанмұратқызы Аружан, Еркеназ және Саяжан екпінділер қатарында. Енді бізде сыныпта 19 оқушы, жалпы 19 оқушының 3-еуі ғана 3 деген бағамен қорытылды. Енді Мирас, Әлия, Рамзат. Сыныптың жалпы сапасы 84%-ды құрайды. Енді осы жерде Мирастың мамасы жаңа кірген сияқты болған. Мирастың енді екпінділер қатарынан 19 сыныпта аяқтап, 10-шы сыныпта сабағын түсіріп алды. Енді себебін қазір мамасы айта жатар, бірақ экранға қарап өздеріңіз түртіп алсаңыздар болады, жазып алыңыздар. Бұл жерде енді балалардың бір кемшілігін көрсету емес, жалпы білім сапасына тоқталу. Енді мына мониторингке қарасаңыздар, құрметті ата-аналар, барлық оқушылардың пәндерді қорытынды бойынша алған бағалары көрініп тұр. Міне 5 деген міне бағаға шыққан 3 оқушы. Біздің жалпы сыныптың потенциалы жоғары. Екпінділер қатарын әлі де көбейтуге болады, Мирасты қосып, мүмкіншілігі бар. Мирастың келесі оқу жылында оқиды деген ойдамын. Нұрбануды үздіктер қатарынан көруге болады. 4 деген бағалары аздау. Енді 11-ші сыныпта Нұрбану тағы өзін көрсете жатар. Жалпы сапаға тоқталатын болсақ. Енді құрметті ата-аналар, бізде жыл бойы мектебімізде геймификация бойынша сайыс байқау десек те болады. Сыныпта белсенді сабаққа қатысқан, өзін көрсеткен, тапсырмаларды уақытында жіберіп отырған пән мұғалімдері мықты белсенді оқушыларды саралап, апта соңында смарт оқушы, креативті оқушы, үздік оқушыларды анықтап, мектептің арнайы Facebook және Instagram парақшасында жариялап отырған болатын. Енді жыл бойғы қорытынды бойынша мына экран көрініп тұр ма сіздерге? Экран көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Экран көрініп тұр. Жыл бойы біздің белсенді оқушыларымыз ең көп дауыс жинаған, міне Нұрбану смарт оқушы, креативті оқушы, үздік оқушы, бірнеше рет үздік оқушы қатарынан көрінген. Тамирис 2 рет, Еркеназ, Балсылу, Аружан, Саяжан, Жанель бір-бірден осы үздіктер қатарынан танылды. Енді құрметті ата-аналар, біздің сыныптың тағы бір ерекше айтатын белсенді жақсы жаңалығымыздың бірі, бізде менің өзімнің ашқан Ақсара театрым бар, тағы да осы жерде тоқталып өтейін. Осы театрда бізде Жанель деген оқушымызды ерекше айтқым келеді. Осы театрдың белді мүшесі, өзін жыл бойы осы театрдың бүкіл шарасына қатысып, өзінің жақсы жақтарынан көрсетті. Республикалық Махамбет оқуларына қатысып, біз 3-ші орын алдық. Төлеген Айбергеновтың оқуынан 3 номинациядан біз 3-ші орын алдық. Жанель Ильяс оқуларына қатысып, үлкен күрделі конкурс десек те болады. 4 бөлімнен тұратын конкурста өзін көрсетіп, жақсы жағынан танытты. Енді осы жерде мен Жанельдің еңбегін ерекше айтқым келеді.
Жанель дайын тұрған біздің әртісіміз, журналистіміз десек те болады. Енді келесі слайдқа назар аударайық, құрметті ата-аналар. Мына жерде сынып оқушыларының жыл бойғы конкурстар мен олимпиадаларға қатысу көрсеткіші. Жанель жыл бойы 5 конкурсқа қатысты, республикалық, аудандық деңгейдегі. Еркеназ 3 конкурсқа қатысты, олимпиадасы бар, пән олимпиадасы бар, республикалық, халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға қатысты. Таймерис 2 конкурсқа қатысқан екен, Саяжан, Нұрбану 1 конкурсқа қатысты. Енді бұл жерде Нұрбану дарын ғылыми жобаларға қатысты. Енді құрметті ата-аналар, биылғы оқу жылын енді пандемия жағдайында қашықтан оқыту болды, біраз олқылықтарды жіберіп алдық. Сол мақсатта біздің республика бойынша жазғы мектеп ұйымдастырылады. Мектебіміздің жоспары жасалынған. Өткенден бері сіздерге WhatsApp-та да жазып жатырмын, оқушылардан да сұрап жатырмын. 19 оқушының ішінен 10 оқушы жазғы мектепте оқимын деп өзінің ниетін білдірді. Өтініш қабылданды. Жазғы мектепке тартылған оқушылармен экранда көрініп тұр. Сабақ кестесінде қойып қойдым. Жазғы мектепте негізгі пәндер, яғни ОБТ-ға қатысты пәндер оқытылатын болады. Математика, ағылшын, химия, қазақ тілі, сосын таңдау пәндері. Бұл жерде таңдау пәндері бойынша қазақ тілі әдебиеті, ағылшын, дүниежүзі, география пәндерін оқытатын боламыз. Енді құрметті әріптестер, мына жерде пән мұғалімдерінің орнына ауысып кетіпті. Енді бұл әлі де реттеледі. Жалпы 10 оқушы жазғы мектепте оқимын деп өзінің ниетін білдіріп отыр. Экранда енді біраз нәрсені түсіндіріп өттім. Енді ата-аналар маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Менің баяндамам осымен аяқталды. Кезек сіздерде. Енді қазір мына жерде пән мұғалімдері отыр. Екінші бөлімді бастасақ, яғни пед консилиумды бастасақ, құрметті ата-аналар. Ал сұрақтарыңыз бар ма, ата-аналар? Бізде қазір Омар ағай отыр, тарих пәнінің мұғалімі Меруерт апай отыр. Ағылшын, физика, тарих, қазақ тіл пәндері бойынша сұрақтарыңызды қоюға рұқсат. Математикадан Шакизат апай қатысып отыр екен. Сұрақ қоямыз, ата-аналар. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер ата-аналар тарапынан сұрақ жоқ болса, онда мен пән мұғалімдеріне сұрақ берейін. Меруерт апай, Омар ағай, келесіздер ме? Сөйлеңіздер. Сұрақтарымыз жоқ сияқты. Сәлеметсіздер ме, ата-аналар? Мен тарих пән мұғалімі, Тезекбаева Меруерт Қалымбековна. Осы мектеп ашылғаннан бері жұмыс істеп келемін. Жалпы еңбек өтілім 11 жыл. Енді бұл сыныпты мен кішкентай кездерінен бастап, осы мектеп ашылғаннан бастап білемін. Бұл сыныпқа кішкентай кездерінен сабақ бергенмін, бірақ арасында үзіліс болып кетті, декреттік демалысқа кетуіне байланысты. Сондықтан қайтадан былтырдан бастап қайтадан алып отырмын. Енді бұл сынып жалпы жаман деп айта алмаймын, өте жақсы сынып, белсенділігі мектепте белсенділігі өте жоғары болған, жақсы болған, бірақ осы 90-да, жаңа Тұрғын апай айта кеткендей, осы 90-да белсенділіктері өте төмендеп кетті. Оны жаңағы кейбіреулер сейттің нашарлығын айтады, тағы басқа сияқты жаңағы нелерін айтты. Енді бұл жерде жалпы мен жаңағы балаларға бөлек-бөлек тоқталмай қояйын, бірақ жалпы айта кетейін, ата-аналар. Сіздер білесіздер, Құдай қаласа ендігі жылы 11-ші сынып, Қазақстан тарихы ОБТ міндетті пән, ОБТ тапсырады, ал дүниежүзі тарихы таңдау пәні ретінде тапсырады, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл дүниежүзі тарихына қосымша құқық пәнінде сұрақтар болады. Сондықтан соны балаларыңызға айтып түсіндірсеңіздер. Дүниежүзі тарихымен қатар құқық пәнінен де сұрақтар келеді ОБТ-да. 45 сұрақ болады, сол шкала бойынша бағаланады. Енді Қазақстан тарихынан түгел оқушылармен, жаңағы 19 оқушымен түгел жұмыс жасаймын, ОБТ-ға дайындаймын. Қазірден бастап, міне, каникулға шығып жатыр, 10 оқушы ғана келеді деп отыр. Тұрғын апай, қалған 9 бала үйде отырып, тарихтан, Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихын таңдаған болса, дүниежүзі тарихынан тест кітапты сатып алып, Жұбанышевті алып, қолына алып жаттай берсін. Күніне бір нұсқа жаттаса да, ол үлкен балаға деген үлкен жаңағы плюс.
Өйткені ұбт-да көбінесе өздеріңіз білесіздер, логикалық сұрақтар қазір бізде қосылған, мәтіндік сұрақтар Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан қосылған. Міне осындай сұрақтар көптеп кездеседі. Сондықтан ендігі жылға балалар кішкене болса да дайындықпен келсін. Сіздерден сұрарым сол. Жақсы, енді сұрақтарыңыз бар ма маған? Мен сіздерге жалпы айтарым осы. Жоқ, түсіндік. Соны балаларыңыз Қазақстан тарих, дүниежүзі тарихынан дайындалса. Жақсы, рахмет. Меруерт апай, мен бір сұрағым бар. Сіздер енді ұбт-ға қалай дайындайсыздар? 11-ші сыныптан бастап дайындайсыздар ма? Жоқ, біздің тарихта Қазақстан тарихын егер алсақ, және дүниежүзі тарихын да айта кетейін. 5-ші сыныптың бағдарламасы мен 10-ші сыныптың бағдарламасын арасында осы бағдарламаны алып дайындаймыз. Және тест, жаңа мен айтқан логикалық сұрақтарда кездеседі, мәтіндік сұрақтарда көптеп кездеседі. 5-ші сыныптан бастап дайындаймыз. Осы тамыз айынан шақыртамын, тамыз айынан бастап балаларды дайындаймыз. Сол кезде балалар түгел келіп қатысып жүрсе болды. Тест кітап қай сатып алса болады? Тест кітап мына біздің Войниктің базарында канцелярский сататын жер бар ғой, өзінің несі. Сол жерде канцелярский товар сататын жерде ұбт Жұбанышев деген кітапты сатып алып берсеңіздер, 500-550 теңге көлемінде тұрады. Жақсы, рахмет. Түсінікті ғой? Рахмет. Жақсы. Саламатсыз ата-аналар. Мұсаев Умар Мамайұлы, ағылшын топқа бөлінбейді, олар кластың бәріне берем. Таңдаулы пән ағылшын 2 сабағына 2 пәнге сабақ берем. Жалпы аптасында 6 сағат өтеді олар ағылшын тілді. Мына жылдың аяғында осындай көрсеткішпен аяқтап отыр олар. Міне Жанель белсенді оқушының бірі, Зарина, Баймыш Ажар, Қолғанат Анель, Сакенов Фируза. Ең белсенділер Сұлтанмұрат қызы Аружан мен Төлемисова Саяжан. 3-ші тоқсанда келді ғой Зейнұр. Қойшыбай Зейнұр деген келді ғой, басқа кластан ауысып. 4-ші тоқсанда ол белсенділігін көрсеткен жоқ. Енді вообще мүлдем сабаққа даже кірмейдім даже. Ол Бақтығалиева Алия и Расулов Рамзат. Мен олардан ТЖБ мен БЖБ-ні қарыз сұрағанда сұрайым ғой. Мысалы, бүгінгі 1-2 сағаттан жіберетін нәрсе 2 күннің ішінде сұрайым ғой. Мезамбекова шешесі отыр ғой. Мерей очный кезінде, то есть офлайн кезінде ол белсендің бірі еді. Қазір тек плюсты қойып қояды да и все. Тағы кімді айтсақ болады? Азерке, Жанель отыр. Жанель молодец. Ол разносторонний, полиязычный қыз. Фируза отыр, Сакенова, Балсулу отыр. Балсулуға нем жоқ. Құрметті ата-аналар, уақыт шектеулі сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Сұрақтарыңызды беріңіз. Келесі пән мұғалімімен сөйлесіп қалайық. Так, мен ойлап жатырмын, оларда 6 сабақ өтеді аптасына. Сол үшін таңдаулы пән есебінде 11-ші класс кезінде олар таңдауға болады. Сосын жазғы мектепте осы Алия мен Рамзат кесе. Соларды көшіп берді ме? Алия енді бұл жерде қатысып отырған жоқ, Омар ағай. Алия 10-шы сыныптан колледжге кетеміз деп отыр. Енді кетседі тоже. Рамзаттың мамасы бар, Рамзаттың мамасы. Экранда қосыңызшы, видеоңызды қосыңыз, Рамзаттың мамасы. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, келесі пәнге көшейік. Физикаға сізге сөз берсек. Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар? Дауысым естіліп тұр ма екен? Жақсы, мен енді қысқа нұсқа айтып өтейін. Жалпы осы 10-шы А сыныбына физика пәнінен беремін. Жұмабек менің аты жөнім. Енді бұл жерде былтырда бастап беріп жатырмын негізі.
Жұмабек ағай, бір тездетіп уақытта регламент ұстасақ, өйткені бізде уақыт шектеулі. Иә. Сонымен енді жалпы мына балаларда енді жалпы көрсеткішмен де жаман емес. Енді жаздық сыныпқа келетін балалар жаңа енді Алияны айтып жатыр еді, Мерей маған келу керек, Рамзат, енді осы балалар келсе, сосын жаңа белсенді болып жүрген енді балалардан жаңа 4-пен оқитын балаларым. Ата-аналар, микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Жаңағы жаздық оқуға неше бала келіп отыр біз? Экранда тұр, 10 бала келеді. Осы 10 бала келеді, иә? Онда жақсы, мен ойымдағы балалардың бәрі келеді екен. Оған сол 4 апталық алдағы оқуда біз енді негіздік физика пәніндегі формуламен жұмыс жасап есеп шығаруды қатты қолға аламыз. Және физика таңдайтын балалар үшін УБТ-ның жаңағы не қылатын әр жылда шығатын тесттер жинағы болады. Содан да есептер қосымша шығартамын. Және үйге де қосымша соны тапсырма беріп, және де біз онлайн форматты пайдаланамыз ол кезде. Кері байланыс алып отырамын WhatsApp-пен сол балалардан, егер физиканы таңдаған балалар болса. Енді Жұмабек ағай, біздің сынып гуманитарлық бағытта ғой, физика таңдайтын балалар жоқ, біздікі гуманитарлық бағыт. Иә. Жақсы, рахмет. Келесі пән мұғаліміне сөз береміз. Шакизат апай, математикадан сабақ беретін апайымызбен келіп қосылады. Ата-аналар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Мен осы биылдан бастап математика пәнін берем, алгебра және геометрия пәнінен осы 10-шы сыныбына. Енді сіздердің маған қандай сұрақтарыңыз бар? Ал сіздердің балаларыңыз туралы мынандай мәлімет айтқым келеді. Енді мен кім қатысып отырмын сізге? Рамзаттың мамасы отыр, Сакенова Феруза, Мерейдің мамасы отыр, Назеркенің мамасы отыр, одан Тамирис отыр бұл жерде, Жанелдің мамасы отыр. Осы оқушылар туралы айтсаңыз. Мерей, Жанел, Ажар, Рамзат, осылар туралы айтсаңыз. Енді бұл сыныпта жаңа сіздер ата-аналар қазір айтып жатсыздар ғой, менде бұл қоғамдық гуманитарлық бағыт болғандықтан біздің сапамыз мен математикадан 95% көрсетіп тұр. Енді біз бұл жерде математика бағыты емес қой. Бұл қоғамдық бағыт болғандықтан математика сауаттылықтан балалар тапсырма орындайды. Сауаттылықта мен тапсырмалар беріп жатыр. Мен осы жазғы каникулда сол математикалық сауаттылықтың есептерін шығарсақ, жаз бойы сол математика сауаттылықпен дайындалсақ деп жатырмын. Содан кейін математика сауаттылықтан қазір бір жақсысы YouTube-та барлық қандай тақырыпты білмей жатса, математика пәні бойынша да алгебра геометрия сол тақырыпты жазса уже шығады. Соны балаларды қадағалап өздеріңізде жаңа жазғы мектеп кезінде балаларыңызды жіберсеңіздер, қиналған тақырыптар болса, соны қарастырамыз. Себебі біз онлайн кезінде интернет желісінің нашар болуына кейбір оқушылар, даже мен өзім де кіре алмай қалдым арасында, интернет жақсы ұстамай. Сол көп нелер бар бізде, тақырыптардан көп олқылықтар бар. Мысалы тригонометриялық теңдеулерді, теңсіздіктердің формулаларын балалар жақсы қолданамай жатыр есеп шығаруға. Енді біз математика бағыты емес, мен көбінде математика сауаттылыққа көңіл бөлем бұл жерде енді. Ал ол тақырыптар бойынша да арасында балалар түсінбесе, оны да осы жазғы сабақ кестесі қойылды ғой, сабақ. Сол кезде мен сол балаларға түсіндіріп беремін өздерінің сұрақтары бойынша. Ата-аналар, сұрақ қоямыз. Шакизат апайға математикалық сауаттылықтан дайындайды жазғы мектепте. 11 сыныпта осы кісі математикалық сауаттылықтан дайындайды. Сұрақ қоямыз. Уақыт шектеулі ата-аналар, үнемдеп дұрыс сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Жанел, Назерке, Тамирис Малмашы қойды ме? Сұрағымыз жоқ. Шакизат апайға рахмет. Сізге күш қуат берсін енді. Несі сізде екен ғой? Бір пәні. Рахмет сізге. Жібереміз балаларымызды. Ары қарай да дайындыққа жіберіп отырамыз. Рахмет, Шакизат апай. Рахмет. Мен Нұрбанудың мамасымын. Нұрбану, Сейіткамал Нұрбану анасымын. Ол үнемі сабақта отырады, үнемі онлайн мектептің тапсырмасын орындайды, кері байланысты жасаймыз, арасында есептерді шығарып жіберіп отырады. Рахмет сіздердің осындай балалармен, сіздер де балалармен бірге оқып жатсыздар ғой. Сол түсінген, осы онлайн мектептегі
қашықтан оқу кезіндегі қиындықтарды ескеріп отырғандарыңызға. Жақсы, рахмет. Енді құрметті ата-аналар, екінші бөлімімізде аяқталды. Қазір бізге негізгі пән мұғалімдері қатысып өз ойларын айтты. Енді сөз өздеріңізде. 5 минут уақытымыз бар, құрметті ата-аналар. Сұрақтарыңыз болса, қол көтеріп отырған ата-аналар бар екен. Енді сөз сіздерде, құрметті ата-аналар. Ойларыңызды жинақтап айтып жіберсеңіздер, сонымен жиналысымызды аяқтаймыз. Торғын Төлегенқызы, саламатсыз ба тағы да. Осы 11-ші сыныпта негізгі осы НТ-ні тапсыратын 5 пән оқытылады ма, или барлық пәндер оқытылады? Мысалы, дене шынықтыру бар, ішінде информатика деген, химия, допустим, қандай дұрыс бір ренжімесеңіз, жиналыс болып отыр еді. Құрметті ата-аналар, 11-ші класста сабақ кестесімен сабақ болады. Одан кейін сабақ уақытынан тыс уақытта ұбт-ға дайындалады. Ол түстен кейін дайындалады ма? Енді оның барлығы тамыз айында белгілі болады. Бұлар енді онлайнда өте ақсап қалды ғой. 10-ші класста да вообще ешқандай пробный тест болған жоқ. Соны қолға алса дегенді ғой, жаңағы 5 пән ба, соны енді 2-ші тоқсаннан бастап оқытады ма? Өйткені біз анау қосымша дайындық курстарына берейік десек, оның барлығы онлайн деп қашып отыр. Біз онлайн жібергіміз келеді. Ата-аналар, сіздер бір нәрсені түсініңіздер, пандемия жағдайында мектепке біз шақыруға бізге рұқсат болмады. Карантин уақытында біз оқушыларды шақыра алмадық. Енді тамыздан бастап, егер елдегі жағдай тұрақталып дұрыс болатын болса, ұбт-ны дайындықты тамыздан бастайды. Енді қыркүйектен бастап ұбт-ға жұмыс жасаймыз деп отырмыз. Солай жоспарланып отыр. Қазір енді бәлен түген деп айта алмаймын, бірақ жаз кезінде оқушылардың демалыстарын каникулда үйде құр жатпай ұбт-ға дайындықты бастау қажет. Онлайн болсын дайындаңыздар. Жаңа пән мұғалімдері айтқан ұбт кітапшаларын сатып алсын. Мен өзім пән бойынша оқушыларды дайындықты бастап та кеттім. Қыздар біледі өзі, осы сыныпта 6 оқушы қазақ тілі мен әдебиетін таңдап отыр. Енді мүмкін дайындықты алдық қой кітаптар. Басқа рахмет сізге. Алла күш-қуат берсін, шаршамаңыз. Онлайн кезінде қаншалықты қиын кездер болды, соның бәріне төзімді болдыңыздар. Түсінікпен қарадыңыз. Рахмет сіздерге, барлық пән мұғалімдеріне де рахмет. Жақсы, рахмет. Енді Құрметті ұстаздар. Апай, мен ренжі деп едім. Айта қойыңыз. Апай. Ал құрметті ұстаздар және ата-аналар, мен Жанелдің мамасымын, Әділхан Жанелдің мамасымын. Менде ешқандай сұрақ жоқ, мен тек алғысымды білдіргім келеді мұғалімдерге. Мына бір жыл пандемия кезінде мінеке үйде отырып балаларымыз сабақ алды, сабақ оқыды. Бұған енді мұғалімдердің көп күш-қуаттары көп, жаңағы жақсылықтары өте көп болды. Мұғалімдердің бәріне алғысым шексіз. Алғысымды айтқым келеді. Бәріңізге тек Алла тағала күш-қуат берсін. Рахмет сіздерге. Сіздердің арқаларыңызда балаларымыз оқып, мінеке аман-есен шықтық. Бәріңізді тек жақсылық тілеймін. Жақсы, рахмет. Рахмет сіздерге. Уақытымыз аз қалды, ата-аналар. Конференция қазір аяқталады. Сұрақтарыңыз бар ма? Торғын апай, сәлеметсіз бе? Торғын апай, осы 25 майдан басталатын болды ма сабақ? 26 мен 19 маусым аралығында жазғы мектеп болады. Басталады, сағат 9-дан бастап. 11:30-нан бастаймыз. 11:30-нан 1:10-ға дейін. 1:10-ға дейін, математика жаңа сауаттылық біткеннен кейін уже қайта беруге болады, да? 3 пән оқимыз күнде, 3 пән оқимыз. Ағылшында химиятта оған қатысты болмаса да оқи бере ма? Мысалы, жоқ, мына жерде сабақ кестесі дұрыс болмай тұр, сабақ кестесі енді реттеледі, ұбт пәндер жасайсыздар ма? Түсінікті болды, соны қарап отырмын да, мысалы ағылшын химия соның бәріне қатысу міндетті ма дегенім ғой. Жоқ, ұбт пәндер болады, ата-аналар, тек ұбт пәндер. Өзгерістер туындайды ғой да, болашақта әлде растырын кестесін. Сұрақтарыңыз жоқ болса, жиналысты аяқтайық. Оқу жылының аяқталуымен оқушылар жақсы демалсын жаз айларында.
Еліміз аман болсын, қиын кезең аман есен өтіп, келесі 11-ші сыныпта балалармен көзбе-көз жүздесуге Алла нәсіп етсін. Кіргендеріңізге рахмет, сіздерге амандық тілеймін. Шаршамай осы жазғы демалысымызды аман есен өткізейік. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сізге де рахмет. Сау болып тұрыңыздар. Рахмет, сізде жақсы демалыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.